Ал бүгіннен бастап кәсіпкерлерге кеңес беретін халық бухгалтері акциясы басталды. Мақсат салық кодексін түсіндіру. Себебі биылдан бастап жүйеге қатысты өзгеріс көп, енді арнайы салық режимдері 3 түрге бөлінеді. Ал қосылған құн салығы 16%-ға дейін ұлғайды. Мемлекеттік кірістер органдарының қызметкерлері бухгалтерлік, салықтық есеп және ақпараттық жүйелермен жұмыс істеу дағдыларын түсіндіреді. Мамандардың айтуынша арнайы салық тәртібіне қатысты өзгерістерді дер кезінде ескермеген кәсіпкерлер автоматты түрде басқа жүйеге ауыстырылуы мүмкін. Жаңа салық талаптарын нақтылау үшін мемлекеттік кірістер департаментіне жүгінген жөн. Сондай-ақ кол орталық пен салық бот телеграм арнасынан да ақпарат алуға болады. Халық бухгалтері акциясы 30 маусымға дейін жалғасады. Жаңа өзгерістер болып жатыр ғой. Налог кодексі, соны білейін деп өзім толармен жұмыс істей аламыз ба, алмаймыз ба, сол сұрақтармен. Қазір келдім, бәрін түсіндіріп берді. Арнайы салық режимі бойынша өткені көп жеке кәсіпкерліктер өздерінің жұмыс істеген салық режимдерінде қалғылар келеді, консультация алады. 25-ке жуық адам келді, өтініш беруге көмектестік.